Демек осы ақындықты қолдап, ақындықты биік ұстанып, осы бүгінгі жастар үшін, халық үшін арнайы Алматы қаласынан ат басын тіреп келіп тұрған ағамыз, Алла-Жар қолдау қоғамдық бірлестігінің төрағасы Марат Бөтеев деген ағамыз осы сахнада сол кісіге бір ауыз сөз көзге берілсе, халыққа айтар сөз болса. Ассалаумағалейкум, қымбатты көрермен, қымбатты қауым. Мына алдарыңызда мына 4 жігіт келіп өз өнерін көрсетіп жатыр. Бұлардың енді тақырыбы иманым менің жиғаным деп аталады. Енді жас болса да бұл азаматтар өздерінің жүректеріне тоқыған, осы халқының болашағын ойлаған үлкен азаматтар. Енді бұлар мысалы бүгін Жамбылдан осы Талдықорғанға жетіп отыр. 1000-нан аса шақырым жүріп өтті. Бұлардікі үлкен бір осындай сіздермен қауышу үшін, сіздерді көру үшін, сіздерге енді осы бір ойларын, тілектерін жеткізу үшін келіп отыр. Енді біз де қолымыздан келгенше бұл азаматтарды қарсы алып, осында алып келіп, енді кішкене болса да көмегімізді көрсетіп жүрміз. Бұл жастардың өздеріне де ақыл керек. Оларға да айтатын осы жерде отырған ақсақалдар сияқты ақсақалдар керек. Ата-аналарына рахмет бұлардың осындай ұлдарды өсіргендеріне. Енді Алла-Жар қолдау қорының атынан деп сөз бергеннен кейін мен оқыстан шығып отырмын. Сондықтан не айтам сіздерге? Енді Талдықорғанда үлкен мереке, мейрам болып жатыр. Осы мерекелеріңіз әрқашанда оңынан болсын. Осындай кең залда, осындай бір өнегелі сөздер естіп, мына жерде отырғандардың көбі жас ұлдар мен қыздар екен. Осы қыздар мен ұлдарымыз үлкен Қазақстанның азаматы болып өссін. Жүректеріне иман қондырып, осы ешқандай жаманшылыққа бармайтын, әділ, осы Қазақстанды үлкен көркейтетін де, алға жетелейтін де осы жастар. Сондықтан осы жастардың арасында кім біледі, мүмкін болашақ президентіміз де отырған шығар, болашақ премьерлеріміз де отырған шығар. Сондықтан осы жердегі отырған үлкен өзім қатарлы замандастарыма, ағаларыма, інілеріме, қарындастарыма рахмет айтқым келіп отыр. Осындай жастарды жинап, осы бір өнегелі бір жақсы шараға жинағандарыңызға. Осы жетісуды туып өстім. Ал енді балаларым, Алланың нұры жаусын, имандылық, әділеттілік, иманды жерде бақыт, жаңа өздерің айтқандай бақыт орнайды. Әй бақыт қайда барасың десе, имандылыққа барасың дегендей, иманды болған жерде балаларым береке, құт-береке болады, ауыз-бірлік болады, денсаулық болады. Үрім бұтақ өсет, көрпейесіздер, көгересіздер. Сіздердің аттарыңыздан мына азаматтарға алғысат етіңіздер. Мыңда бір рахмет, бақытты болыңыздар. Бекерден өсе берсін, Шахан тауының биігінен бөлек балалар. Алла тағала баршамызды бақытты қылған себебі 12 мүшеміз сау. Осындай көкті күмбез жерде төсек етіп берген Алла тағалаға шексіз мақтаулар мен мадақтар болсын. Қадірлі ағайындар, біз осымен дайындап келген барша шығармашылықтарымызды аяқтаймыз. Сіздерге айтатынымыз тек Алланың нұры жаусын, аман болыңыздар, отбасыларыңызда тек береке, бірлік, имандық иесі аңғи берсін деп тілейміз. Аман болыңыздар. Сәл бір мисал беріп тұрсаңыздар.
60-дан 40 жылға қалыппыз ғой. Осынау бір әңгіме есіме түсіп тұр. Бір күні Қожекең мазаратты аралап жүрсе, бір жерде жазуды көреді. 850 жылы толып 950 жылы қайтыс болды деген, астына 3 жыл өмір сүрді деп жазып қойыпты. Қожекең түсінбейді. Екіншісіне қараса, сонша 70-80 жыл жасаған адамды көреді, бірақ 2 жыл өмір сүрді деп жазып қойды. Үшіншісіне қараса 1 жыл өмір сүрді деп жазып қойыпты. Сонда шырақшыдан сұрайды: "О шырақшы, мынау 60-70 жасаған неге 3 жыл, мынаны неғып 2 жыл, мынаны неғып 1 жыл деп жаздың?" десе, оның рас, осы 60-70 жыл жасаған рас, бірақтан Аллахқа мойынсұнып, Аллахтың бұйрығын орындап жүрген 3 жыл, содан кейін 3 жыл өмір сүрді деп жазып қойып деген екен. Сөйтіп Қожанасыр айтады: "Онда мені туласа қойып қалды деп жазыңдар" депті. Сондықтан да барымыз туласа қойып қалмай, Аллахтың бұйрығына, Аллахқа қарай асырай берейік.